сынып қоспаларды бөлу әдістері тақырыбына арналған ашық сабағым дайын болды. Осы жерде бізде осы тақырыпқа арналған психологиялық ахуал жасалды. Яғни бұл жерде бөлу әдістері, қоспаларды бөлу әдістерімен және де соған қажетті құрал-жабдықтарды сөйлетіп жасадық. Осы жерде мінекей. Сәлем, мен буландыруымын. Мен суды ұшырып бағалы затты қалдырамын. Ең маңызды нәрсені сақтай біл. Сендерге тілегім, еңбектерің жемісін көріп, білім шыңына көтеріле беріңдер. Дәл осындай сапалы. Сәлем, мен айдаумын. Мен буландырып, қайта салқындатып, таза сұйықты қаламын. Сендерге тілегім, білімдерің артып, болашақтарың әрдайым таза да жарқын болсын. Келесі дәл осындай топқа бөлу, мінекей топқа бөлуде бұл жерде қоспаларды бөлу әдістері берілген, мінекей сүзу, магнитпен бөлу деген сияқты. Осылардың үстін басқан кезде оқушылар сәйкес топтарға бөлініп шығатын болады. Суреттері бірдей болғанмен әртүрлі топқа жасырылған астында. Келесі бізде үй тапсырмасына осындай сиқырлы сөре деген әдіспен үй тапсырмасын қайталаймыз. Осы жерде мына жерде видео берілген, видеоның үстін бір басқан кезде. Сәлем балалар. Бүгін біз үй тапсырмасын қайталау үшін химия әлеміне аттанамыз. Ол үшін келесі сөрелердегі заттардың бірін таңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Сендердің таңдауларың мен үшін қызық. Сендерге сәттілік тілеймін. Сәлем балалар. Осы жерде бастау деп бастаймыз. Мінекей мына жерде 6 түрлі қоспаны бөлу әдістері берілген. Осы жерде осылардың үстін басқан сайын осы жерде варианттармен сұрақ беріледі үй тапсырмасына байланысты. Дұрыс жауап берген кезде осылай шығады. Келесін дәл осылай осылай жауап береді, және де ең соңында мынаны ең соңғы бөлу әдісін таңдаған кезде үй тапсырмасын осы жерде мінекей жақсы меңгеріпсіңдер. Төмендегі суретке қарап жаңа тақырыпты болжаңдар деп осындай сурет беріледі. Өте сапалы сурет, жасанды интеллект арқылы жасалған. Келесі бізде тақырып ашылады, оқу мақсаты ашылады. Осы тақырыпқа байланысты мультфильм берілген. Сәлем жас зерттеушілер. Бүгін біз химиядағы ең қызықты тақырыптардың бірі қоспаларды бөлу әдістерімен танысамыз. Алдымен мына сиқырлы қораптың құпиясын бірге ашайық. Келесі бізде осындай тақырыпқа байланысты презентацияға берілген. Презентация беттері, слайд беттері берілген. Барлығы жасанды интеллектпен көмегімен суреттер салынған, өте сапалы әдістердің барлығы. Келесі бізде бірінші тапсырма, бұл функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырма, топтық жұмысқа осындай тапсырмалар беріледі. Парағы беріледі, оқушылар осы жауаптарын жазатын болады, және де жауаптарын видео арқылы тексеріп алатын боламыз. Мінекей осындай карточкалар берілген. Осылардың үстін басқан кезде видео ашылады. Бұл жағдайда суға құм мен топырақ араласқандықтан ол гетерогенді қоспа болып табылады. Мұндай қоспада бөлшектер көзге анық көрінеді. Жалану. Дәл осылай толық тексеріп аламыз. Одан кейін дәл осылай екінші топтікін, үшінші топтікін осылай тексеріп аламыз. Келесі бізде жеке жұмысқа осындай ойын беріледі. Мінекей мына жерде сәйкестендіру деген сияқты неше түрлі ойындар береді. Оқушылар QR-ды сканерлеп сол тапсырманы 3 кезеңнен өтіп орындап шығатын болады. Келесі бізде жеке жұмысқа осындай ойындар интернетсіз жасалады. Мысалы мына жерде қоспалардың ішінен бір текті қоспаға жатпайтын қоспаны табуымыз керек. Яғни бұл жерде құм мен су. Осылай дұрыс жауабымен шығады. Мынаның барлығы гетерогенді қоспаға жатпайды, яғни бір текті қоспаға жатпайды. Бор мен су, яғни әртекті қоспаға жатады. Мына жерде қоспалардың ішінен әртекті қоспаны табу керек. Мұнай мен су. Келесі мына жерде мысалы мұнай мен судың қоспасын қандай әдіспен бөле аламыз деп тұр. Осы жерде суреттер берілген. Бұл жерде яғни бөлгіш құйға арқылы бөлеміз. Мына жерде темір мен күкірттің қоспасын қалай бөлеміз деген, яғни магнитпен бөлу арқылы. Мына жерде сәйкестендіру, міне қоспамен бөлу әдісін сәйкестендіреміз. Мына жерде бөлу әдістері мысалдары берілген, ал мына жерде қандай әдіспен бөлетініміз берілген. Мысалы құм мен суды сүзгі қағаз арқылы бөлеміз. Бұл жерде мінекей мына жерде үстін басқан сайын жылжиды стрелка, сәйкестендіріп қоятын боламыз. Мына жерде міне магнитпен бөлу арқылы жасаймыз. Ал мына жерде мұнай мен суды бөлгіш құйға арқылы, ал тұзды суды осылай келіп буландыруға алып келеміз. Буландыру арқылы бөлеміз. Дәл осылай сәйкестендіреміз. Бұл интернетсіз жасалған ойын. Келесі бізде жұптық жұмыс ойыны, осындай парақ беріледі, сапалы ойындармен бірге сәйкестендіретін неше түрлі тапсырмалары бар. Осы тапсырмалардың жауаптарын осы парақта тексеріп алатын болады жұптар бір-бірін. Келесі бізде осындай кері байланысымыз бар. Бүгінгі сабақты толық түсіндік. Сабақ туралы сұрағымыз бар.